оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 8 сынып алгебра пәнінен квадраттық функция және оның графигі. Бүгін сіздер нені үйренесіздер? Ең біріншіден квадрат үшбұрышының толық квадратын ажыратуды және де қасиеттерін біле отырып, функцияның графигін салуды үйренесіздер. Яғни бізде y тең ax квадрат плюс bx плюс с түрінде берілген өрнек бұл квадраттық функция деп аталады. Бұл квадраттық функцияның графигі парабола болып табылады. Яғни бұл жерде a тең емес нөлге болу керек. Бұл жердегі a және b, s сандары бұлар нақты сандар болып келмеді. Мына жердегі x бізде айнымалы болып табылады. Бұл функцияның анықталу облысы, яғни x тиісті минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығын қамтиды. Енді кезекте біз квадрат үшіншені толық квадратын ажыратуды біз қалай анықтаймыз? Ол үшін біз y тең болады a жақшаның ішінде x қосылған b бөлінген 2a-ның квадраты алынған дискриминант бөлінген 4a деген формуламен анықтаймыз. Яғни дискриминант дегеніміз біз білеміз, алдында квадраттық теңдеуде дискриминант тең b квадрат минус 4a-сыға тең. Яғни бұл жерде біз мұна берілген біздегі мән, яғни бұл m-нің мәні, мұна берілген мән бізде n-нің мәні. Яғни минуспен алған кезде m тең болады минус b бөлінген 2a, n тең болады минус дискриминант бөлінген 4a. Яғни бұл жерде бұл функцияның төбесі, яғни a тең m және де n болып табылады. Енді осы жерден біз анықтаймыз формуланың ықшамдар біз қалай жаза аламыз. Яғни мына жерде бір ескерте кететін жағдай, мұны a бізде төбесі ғой, m және n. Осы жерде m бізде функцияның осы болып табылады. Яғни ол симметриялық осы деп аталынады. Қазір біз график салған кезде оны нақтырақ ажыратып көрсететін боламын. Енді біз бұна берген формуланы ықшамда біз қалай жаза аламыз? Яғни ол y тең болады ax минус m-нің квадраты қосылған n түрінде біз ықшамдап жаза аламыз. Енді осыған бір мысал келтірелік. Яғни бірінші мысал. Y тең болады бізде 2x квадрат минус 5x қосылған 3. Яғни осы берілген функцияның төбесін және де осын анықтайық. Яғни біз жаңағы формулаға сүйенеміз, яғни m тең болады минус b бөлінген 2a, n тең болады минус d бөлінген 4a. Ең бірінші мына жерде біз коэффициенттерін анықтап алайық. a тең 2-ге, b тең минус 5-ке, s тең 3-ке. Енді мына жерге m мен n табу үшін біз орнына мәндерін қоямыз. Тең болады, n тең болады, минус b-мыз минус 5-ке тең 2a. Яғни a-мыз бізде 2, сондықтан 2 көбейтілген 2 болады. Сонда бізде жауабы мына екеуі плюсті береді, 4-тен 5 деген жауап шығады. Ал n бізде тең болады минус дискриминантты біз анықтауда формуласын білеміз, b квадрат минус 4a-сы. Ол тең болады, астына жаза берейін, b квадрат минус 5-ің квадраты 25, азайтылған 4a-сы. 4-ті 2-ке көбейтем, аның мәні бізде 2, яғни 8, 8-ді 3-ке көбейтем 24, яғни 1-ге тең болады. Минус дискриминантымыз 1-ге тең 4a, 4 көбейтілген a. Аның орнына бізде a-мыз бізде 2-ке тең, сондықтан біз жауабы минус 8-ден 1 деген жауап шығады. Сонда бізде төбесі a төбесі тең, бізде 4-те 5-тен минус 8-ден 1-ге тең. Ал бұл жердегі функцияның өсі, яғни бұл m нүктесі болып табылады, ол бізде 4-те 5. Бұл функцияның осы деп аталынады. Квадраттық функцияны үш жағдайда қарастырайық. Яғни бірінші жағдай. y тең ax квадрат. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде b және s, b мен s бізде анықталмаған, яғни b тең 0-ге, s тең 0-ге. Бұл жерде функцияның төбесі, яғни бізде 0-ге
0 болып табылады, ал осы 0. Осы бізде 0 нүктесіне өтеді. Енді мысал келтірсек, бір мысал келтірсек, y тең x квадрат. Яғни бұл жерде амыз көріп отырғандарыңыздай 1-ге тең. Мына жерде 1 деген бар. Енді осы берілген функцияның біз графигін салайық. X-ке мән бере отыр, біз y алайық. -1, -2, -1, 1 және 2, мына жағы 1, x, y, 2, -1, -2. Яғни параболаның тармағы алдыңғы коэффициентіне байланысты, егер амыз бізде 0-ден үлкен болса, тармағы жоғары қарайды. Есте сақтаңыздар, адам кіші болса, тармағы бізде төмен қарайды. Бұл есте сақтайтын жағдай. Енді x-ке мән бере отыр, біз y аламыз. -2-ні берсек квадратта, яғни -2-ні берсек, ол бізде 4-ке тең, мына жерде. Егер -1-ді берсек, y-іміз 1-ге тең. 0-ді берсек 0, 1-ді берсек 1, яғни 2-ні берсек, ол 4-ке тең. Бізде мынандай парабола табылады. Екінші жағдай. Y тең болады a x m-нің квадраты. Бұл жерде n-іміз қарап отырсаңыздар 0-ге тең. Бұл жерде, бұл жағдайда бізде баса назар аударатын, бұл x осіндегі не оң жақ бірлікке, не сол жақ бірлікке жылжыту арқылы функцияны саламыз. Оны біз қалай анықтаймыз? Мына жерде бізге берген жаңағы функцияға қараймыз. Солына осы берілгенді біз 0-ге теңестіру арқылы ол функциямыз берілген. Бірінші жағдайда y тең x квадраттағы функциямыз оң жақ бірлікке жылжи ма, не сол жақ бірлікке жылжи ма, соны қалай анықтаймыз? Ол үшін жаңа мен айттым, 0-ге теңестіреміз, яғни x -m тең 0, одан шығады, x-іміз тең болады, m мына жаққа, оң жаққа плюс болып барады, m-ге тең. Арасы минус болған жағдайда біздің функциямыз оң жақ бірлікке жылжиды. Ал егерде біз арасымыз бізде плюс болған жағдайда, x қосылған m болған жағдайда, онда бізде мынандай болады, x тең -m. Сонда ол сол жақ бірлікке жылжиды. Мысалы, жаңағы біздің бірінші жағдайдағы графигімізді алсақ, оны y тең x -3-дің квадраты делік. Осыған жаңағы берілген біздегі жаңа y тең x квадраттағы функцияны бірінші сал боламыз. Бірінші, екінші, -1, -2, 2, 3, 4, 5. Жаңағы -2-де бізде 4-ке тең болды. Мына жерде 4 симметрия, -1-де 1-ге, 0-ден 0-ге тең. Осы функцияны біз 3, 4, 5. Осы берілген функцияны, мына жерде мен сіздерге жаңа айттым ғой, түсіндіргендей, 3 бірлік арасы минус болған жағдайда біз не істейміз? Оң жаққа 3 бірлікке жылжытамыз. Мына жердегі 0 төбесі 3 бірлікке жылжытамыз. Яғни 3 мына жерде төбесі басталады. Мына жердегі 1-іміз 3 бірлікке жылжиды. 1, 2, 3. Мына жерге келеді. Минус 1-іміз мына жерге, мынау симметрия, нүкте мына жаққа симметрия болып түседі. Мына жердегі 4-іміз 2-де 4 қой. Мынау бізде 3 бірлік оңға жылжиды. Яғни 1, 2, 3, 5-ке келеді. Ал мына жердегіміз 1, 2, 3 мына жерден өтеді. Сонда берілген бізде функциямыздың графигі осылай болып табылады. Мынау бізде функция y тең x -3-дің квадраты екінші жағдайда анықталған функцияның графигі. Егер мына жеріміз плюс болған жағдайда, мынау үшінші жағдай. y тең ax квадрат плюс n. Көріп отырсаңыздар, бұл жерде m-іміз 0-ге тең. Яғни төбесі a тең болады 0-де n. Енді біз бұны қалай жылжытамыз? Жаңағыдай бірінші бізде берілген y мысал ретінде алдық қой, y тең x квадрат функциясына қайтадан келеміз. Бұл y бойынша жоғары төмен көтеріледі. Графигіміз немесе жоғары, мына жерге байланысты плюс болса жоғары, минус болса графигіміз төмен бірлікке дейін жылжиды. Жаңағы біздің графигіміз, алғашқы графигіміз салайық.
мына жер 4 симметрия, мына жер минус 1, минус 2, 1, 2, 3, мына жер 4, 1, 2 делік. Міне осы біздегі y тең x квадрат функциясы, я? Мысалы, мына жерді біз былай алайық. Y тең болады x квадрат минус 2 делік. X квадрат минус 2 делік. Бұл жағдайда біз не істейміз? Осы берілген төбесі минус 2. Егер осы бойынша минус 2 төмен 2 бірлікке төмендетеміз. Яғни төбесі мына жерде минус 2-ден өтеді. Мына жердегі нүктені де дәл сол сияқты 2 бірлікке төмен түсіреміз. Міне қарап отырсаңыздар, мына жердегі 2 бірлікке түсіреміз. 1, 2 мына жерде, соған симметрия мына жерде. Сонда бізде пайда болған график міне. Көріп отырсаңыздар, бұл y тең x квадрат минус 2 функциясы. Үш жағдайда біз функцияны ажыратып, қасиеттерін білу арқылы графигін сала білдік. Енді мысал келтірейік. 3-те 5-ші есептің екіншісін қарастырайық. 3-те 5-ші есептің екіншісін. Жаңа үш жағдай бойынша соған қасиеттеріне сүйене отырып қарастырамыз. Қосылған 3. Жаңағы берілген функцияны, яғни осы y тең x квадрат функциясын жаңағы біз өткен үш қасиет бойынша, үш жағдай бойынша біз жаңағындай мына жеріміз минус болған жағдайда біз x осы бойынша оң жақ 2 бірлікке, y осы бойынша 3 бірлік жоғары көтереміз. Яғни мына нүкте мысалы x осы бойынша 2 бірлік мына жер болып табылады, ал y осы бойынша 3 бірлік мына жер болып табылады. Сонда мына жерде бізде төбесі басталынады. Келесі мына жерде біз ұзартайық, себебі бізде графигіміз жоғары қарай болып тұр. Мына кез 5, 6, 7, 3, 4. Енді келесі төбесі осы жерден басталды. Келесі мына жерден тағы да 2 орын оңға қарай, 1, 2 орын оңға қарай, 3 орын жоғары. 1, 2, 3. Мына жерге келеді. Ол нүкте симметрия болып бізде 3 орын, 2 орын бұлай жылжиды сонда. Міне қараңыздар, мынау жоғары қарай 2 орын, 1, 2 орын, мына жерде симметриялы болып осы жерге келеді. Енді келесі бізде 4 еді ғой. 4-тегіміз оңға қарай 2 орын, 1, 2, 2 орын жоғары қарай 3. 1, 2, 3. Сонда мына жерде 7. Ал дәл сол сияқты мынау бізде симметрия болып қалай болады? 2 орын артқа, 1, 2, яғни осының үстінде, сонда ол тағы да 7-ден өтеді. Сонда біздегі мынау берілген функциямыз y тең x минус 2-нің квадраты қосылған 3 болып осылай анықтай аламыз үш жағдай бойынша. Ендігі сіздерге ұсынатын бір программа, яғни осы сіздер графикті дұрыс салдыңыздар ма, жоқ па соны анықтауға, өз-өздеріңізге дәлелдеуге, көз жеткізуге көмектесетін геогебра бағдарламасын ұсынғым келіп отыр. Қарап отырсаңыздар, мынау жерде бізде 2-де 3 төбесі басталып тұр ғой, және де 7-де өтіп тұр. Қазір біз осы графикті берілген y тең x минус 2-нің квадраты қосылған 3, осының біз геогебра бағдарламасындағы кескінін салыстыратын боламыз. Міне, y тең болады, жақшаның ішінде x минус 2-нің квадраты, міне квадрат, қосылған қосылған 3.
Міне жаңа көрдіңіздер ғой, иә? Жаңа бізде 2-де 3-те өтті. Төбесі 2-де 3 нүктесі, мынау төбесі болды. Және де 7 нүктесінде қиып өтті. Яғни біз жаңаға кескініміз дұрыс екеніне осылай көз жеткізе аламыз.